Таң қылаң бере міне. Бұйырса көшейін деп жолға шығып жатырмыз. Кеше бір күн жүріп келдік қой. Міне мынау біздің қой. Туып жатыр ән жерде бір қойды қаптай өзі. Жолға шығамыз бүгін енді. 2 күндік сапарымыз бар. Мынау Нива. Осы Нивамен мен сопровождение. Яғни жүремін. Қозыларды сап, айдап. Қойдың бәрі өріп бара жатыр. Тоқтату керек алдың. Хей! Ай жанай, міне достар. Мына жерде қозыларды салып жатырмыз. Жас қозылар туған. Жүре алмайды. Қойдың артына шашақ болады. Мына толған қоз. Көк Нива қой кетіп бара жатыр. Жетіне ұстап жатырмыз. Құрметті шаруадағы далада мал жайлап, мал бағып, тағыда не бар? Серуендеп, осындай табиғаттарда, айдала, құмдалада жол таппай жүрсеңіздер, сіздерге мынандай бір программа көрсетейін, достар. Мынау міне военный карта деген болады. Мынау міне, мына жерде көрдіңіздер ме? Советские военные карта дейді. Осыны интернеттен, Google'дан жазып аласыздар, скачать етіп. Содан кейін міне, осылайынан қарап отырасың. Мынау қызыл точка және біздің келіп тұрған жеріміз. Мына көк точкаға қай жерден келдің, қай жерге дейін жүрдің, сол неңді жазып қоясың. Жүрген жолыңды жазып отырады. Сондай несі бар, жүйесі. Мысалға бір жерге бардың, жолыңменен жазып аласың, қайтар кезде адаспайсың деген сияқты ғой. Мына жерде бұрынғы құдықтар, баздың орындары, ескі жол, қай жақ, неше түрлі бар мына картаның ішінде. Және де бұның жақсысы интернет жоқ жерде де ұстай береді. Міне керемет. Осыны қолданыңыздар. Бірақ бұның бір ғана жаман нәрсесі бар екен, iPhone-ға жазылмайды. Тек Android-тарға ғана. Осымен көзің ашылады, құмда адаспайсың. Осы жалпы өте жақсы нәрсе. Керек деп пайдаланыңыздар. Қазы, қарта, чай мен жұмыртқа көшіп бара жатырмыз. Жолдақ қойыңыздар халыққа. Сәлем. Көшіміз көлікті осыны. Көктеуге кетіп бара жатырмыз. Қой кетті жайылып, біз де жайылып тұрмыз. Байқұс жануар міне. Қойды айдап келетіп, қой туып. Қосы міне. Байқұс жолда туып жатыр. Кеңнің аузы. Қазақи қой. Жолда туып. Абыр-сабыр болып жатыр қой. Қарашет. Арамызда. Уақытылы тумағасын осы ол қойдың әңгімесі. Қиын болып жатыр бізде. Қайта әйтеуір қой күйлі. Хей! Чай-ға. Гой. Қайда былай? Ана қозын жалатайық. Тоқтаңдар. Демалыс. Стопинг. Тоқтаңдар. Отты жағайын деп жатырмын. От жағып, чай қойып, түскі тамақ. Көш әлі келе жатыр жолда. Мен чай дайындап жатырмын көшке. Желдің ықтасына отын жамай жатыр. Әлі де көшіміз жалғасып келе жатыр. Түскі асымызды ішіп алдық, сағат 3:30 болды. Қой ақырындап, саябырлап жайып жатырмыз. Қазір бір 4 шақырымнан кейін тоқтап, қонаға түсетін боламыз. Яғни сонда түнеп, ертесі қайтадан жалғастырамыз. Мына жақта қар көп екен. Кешке таяумен қас қарайып келе жатыр.
осы базға тұрақтаймыз. Мінекей, осы базға түнейміз Құдай қаласа. Мына жігіттер сиыр бағып отырған баз екен. Тек қана сиыр ұстайды екен. Жинаған шөп осы. Қораның түрі осы. Сиырға шөп шашпайды екен. Өздері жайлады екен. Қандай рақаты. Мінекей рақат деген. Ал достар, қойды жайлап болып қонатын үйіміз. Көрсетейін. Рум тұр. Бисмилла. Қайырлы таң, құрметті достар. Бүгін бізде мені көшіміздің 3-ші күні. Кеше туған қозылар мынау. Жолда туып қалған. Бүгін енді кетіп баратыр. Кеше жолда 2 қой, 3 қой туды ма? Түнде 2 қой туып қапты. Оның алдында бірінші күні жолда 3 қой туған. Сонымен 10 шақты қойдан асты туған. Оның алдында қойлар бар туған. Барлығының қозыларын мәшінеге телешке салып едім. Кешкісін табыстыратын кезде ой қанымызды ішті. Қойлар жерейін деп қапты, кейбіреу жеріп кетіп қарамайды қозыларына. Әрең дегенде табыстырып, әйтеуір кеше деген әрең дегенде. Сондықтан бұндай көшкен кезде қой туып қалса, оны көлікке салып жүрудің қажеті жоқ. Немесе шағын болады, 3-4 болса болады екен. Ал көптен салып, ана қозылар бірі-бірімен араласып жатқан соң, бірінің иісі біріне жұғып, ана қойда өзді менің қойым қайсы екен деп, иістен ажырата алмай шатасып қалады екен. Сондықтан қоймен ерітіп, ақырында басықпай жая апару керек екен. Осыны қолданыңыздар. Осындай жағдай бар, осы құм жақта бір кісінің көшіп келіткен кезде 40 қой туып қалған ғой жолда бірінші күні. 40 қозысында мәшінеге тие бағанда, арт жақта қой келетқан, қойшылар айдап келетқан, адасқан жолдан адасқанда, ертесі күні бірақ келген 40 қойдың 40 қозысы бірақ жеріп кеткен екен. Қандай жағдай сондай. Қиын. Сондықтан болмайды үйтуге. Менің кеңесім осы. Және де картаны қолданып жүру керек. Қазір жақсы дамыған заман ғой. Адасу деген болмайды сол кезде. Осылай. Мынау 2 қоз далада қалып қалды. Шешелер тастап. Шешелер жайылып кетті бұлар. Маңырап. Анау жерде жыңғыл шеңгелдің арасында қалып қапты жарықтықтар. Өстіп артынан байқап жүрмесек, көрінген жерде қалатын түрлері бар. Аяз ол қайтпай тұр. Кірт етеді бассан қарды. Қайт бұлай, қайт! Шашырап бөлінді өз беттеріменен. Чай! Қайт бұлай, қайт! Таңғы жайлы сөз ерекше болады. Арындап жайлады қой деген жарықтық. Жылқыша, қазақи қой. Безілдеп отырыпты бұра. Бір-бірінен таласа. Үсті бөлініп қалады айтпаса. Мына жақта да жүр. Алдын бір тосып қоймасақ болмады. Ал бізде бүгін түскі ас. Күріш отқа ет жүрек. Қас қарайып міне жеттік қонатын жерімізге де. Қойдың бәрін қамап тастадық ана жерге. Туған қойлардың бәрін мына жаққа жібердік. Туған қойлардың бәрі міне бөліп тастадық.
50 қой туып тастапты. Өз, осы бір аптаның ішінде. Біреу қоя алмай жеріп тұр. Мені чай ішіп жатырмыз. Баяғыда әңгіме тыңдаңдар достар. жастау кезім. Аха. Өзде мына бөктерде тұрамыз. Өкіметтің берген 5-10 қойы. Аң атып жейміз ғой өзде. Иә, аңның кең кезі ғой жарықтық. Мол кезі. Монополка мылтығым бар. Аха. Түстен кейін шықтым да кеттім. Жалғыз ат жауыр. Ой-ой. Содан бөктерге кеп бір бұлақтың басында отырып, судан ішіп, шалқадан түстен көзім іліп кеткен екен. Бірдеме сықырлайды. Ат тұрып барасам сол бас жақтан бір топ қара құрақ шуырып кетіп бара жатыр. Таңдайда оқ басылып тұрған қарап жаттым да сол ішінен бір құнаннан дөнен шығарып тартып бақ балуан тигендей болды. Пай. Жүгіріп жетіп барсам қорқырап бас еңіске қарап жатыр екен. Дереу бауыздадым да шек-қарын лақтырып жүріп бауырын қақтап жеп алып төрт аяғын буынын биік қасап алып. Мә. Сөйтіп аң атып жетеміз өзі. Қазір қайда ондай аң? Қазір жоқ болдыңыз. Қайран заман өтіп кетті ғой күндер. Келмеске кетті. Кең заман еді ғой күзді. Тап сонында сен де дейін кезім өсің. Бала шаға ұсақ ол күзді. Серлік құрып жүрген кез ғой. Сері бол. Ал чай ішің сирап. Алып өтсін. Ыстық шай да. Ыстық шай. Керемет ыстық. Кофе. Кешкісін бізде 5-тің шайы кофе, 10-ның шайы шай.